Салем достар, сіздермен бірге мен Назым. Бүгін осындай ерекше тағам мясо по-тайски жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге картоп, пияз, сәбіз және ет қажет болады. Осыларды жақсылап турап аламыз. Негізі картоп қосылмайды, мен осылай қосып жасайтын боламын. Картоп, сәбізді қалыңша қосасыздар. Негізі қоспай сауға да болады. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Етімізді табамызға сұйылмайды, көз мөлшермен, яғни кішкене ғана құямыз. Содан соң етімізді салып, қызған майға сосын үстіне осылай пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыз осылай сарғыштана бастаған кезде, яғни золотой түске, яғни сарғыш болған кезде картоптарымызды салатын боламыз. Картоп пен сәбізімізді бірге саламыз. Осылай араластырып қуырғаннан соң болгар күрішімізді салып тағы да араластырып қуыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Дәмі деген өте күшті шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Осылай бетіне укроптарымызды, петрушкаларымызды саламыз, тұзымызды салып, мен бір қасық ұн қостым. Бұл ұн қосқан себебіміз тұздыққа қоюлық береді. Осылай қара бұрыш сеуіп, қалауынша осылай мен сияқты. Яғни бұл салат банкіде жабылған. Осындай салатты қызарту үшін қоссаңыздар болады, немесе томат қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте соевый соусты құямыз. Жақсылап араластырып, үстіне мұзға су құйып, тұздығымызды бұқтыратын боламыз. Қайнаған соң газдың астын жай қоямыз. Ендігі кезекте біз гарнирге күріш пісіретін боламыз. Алдымен осылай қазанға көз мөлшерімен майды құямыз. Сосын таза жуып алған күрішімізді салып, араластырып қуыратын боламыз. Тұзын сеуіп, үстіне су құйып бұқтырамыз. Бағана тұздықты айта кетсем, тұздық қайнаған соң жай отта жарты сағат, одан көп 1 сағаттай қайнатамыз. Яғни тұздығымыз қойылану керек. Ал біздің күрішіміз осылай су құйып бұқтырамыз. Бұны да қайнаған соң астын жай отта пісіріп алатын боламыз. 15-20 минуттан кейін қалпағын ашып көретін боламыз. Мінекей біздің тұздығымыз суы тартылып өте күшті болып пісті. Мінекей күрішіміз де дайын. Осылай тамағымыз дайын болды. Мен унаги соусын өстіп бетіне септім. Негізі күшті дәм береді. Дұрыс сеуілмей қалды, бірақ өте дәмді шықты. Аз болсын.